ертегісі. Тамаша, біздің алдымызда тапқыр қоян ертегісі желісі, иә балалар? Ал біздің ертегіміз әдемі болсын не істедік біз? Нелер жабыстырдық? Көзі жабыстырдық, бұлттап жабыстырдық. Айзере, маған не? Шөптар, гүлдар, ағаштар. Мына жерде не бар? Саңырау құлақ. Құлақтар бар, тамаша. Және де балалар, біздің тапқыр қоян ертегісінде қандай жануарлар бар? Дала жануары. Дала жануары, дұрыс. Қандай айтамыз? Қолымызда қандай жануарлар бар? Қане көрейік. Менде аю, әжеледе түлкі сезетті. Қандай сенде? Ұзын мойны сондай. Ең әдемі. Қане? Керік. Және? Арыстан мен қоян. Тамаша. Бізде арыстан бәйге ұйымдастырыпты, иә? Қайындай дейді, не дейді? Не деп айтты жануарларға? Мына ортада. Мына ортадағы қайнаған ыстық суды ішіп қою керек. Ортада қайнап тұрған ып-ыстық қазандағы суды ішіп қою керек дейді. Соны барлық жануарлар іше ме, бара ма? Олар қарайды, қорқып кетеді. Әрине, қарап қорқып кетеді, себебі ол ып-ыстық су болғандықтан жануарлар бәрі сескеніп қорқады. Сол кезде ортаға не шығады? Ақ қоян. Аппақ қоян шығады, кішкентай ақ қоян. Ол айтады: "Мен қайнаған ып-ыстық суды ішкенді жақсы көремін" деп барлық жануарлардың алдына сол қазанын көтеріп алып көрсетеді. "Міне аю, мен қайнаған суды ішкенді жақсы көремін. Түлкі, көрдің бе? Мен қайнаған суды ішкенді жақсы көремін" деп міне керіктің алдына келіп айтады. "Мені көрдіңдер ме? Ішейін деп жатырмын, сондай ыстық суды" деп арыстанның қасына келіп, мынау не істейді қоян? Ішіп қояды. Сол кезде арыстан таң қалады, иә? Қандай кішкентай қоян. Ол сосын оған сыйлық сыйлайды. Сосын, дұрыс айтасың. Қоянға арыстан өзінің уәде берген сыйлығын сыйлайды, иә балалар? Балалар, біздің қоянымыз қандай екен? Кішкентай, және де ақылды, тапқыр екен, иә? Оның қайнаған суды барлық жануарларға тізіліп тұрған, орманда жануарлар көп қой, иә? Барына тізіліп барып көрсеткенше дейін, ал біздің қазандағы су не істеп қалды? Суып қалды, иә? Суып қалып, ол сол суып қалған суды ішіп қойды, иә? Сонымен арыстанды ол таң қалдырды, иә? Тамаша балалар, сол кезде арыстан қоянды мақтай ма? Ол айтады: "Сен қандай бақыттысың? Сенің күшің көп. Күшің көп, мықты, батылсың" деп оны арыстан мақтайды, иә балалар? Бізге ертегі ұнады ма? Иә. Ұнады, өте керемет ертегі, иә? Тамаша.